Қазір білесіздер достар, маркетплейстер күшейіп тұр қазір. Қазір бұрын алдын Instagram мықты, Target мықты болды. Одан кейін қазір соңғы қаздар хит, соңғы кезде қазір Каспи, Wildberries дегендер. Осыған байланысты біз білесіздер, бір мықты жоба бастадық. Топтан деген жоба. Яғни топтан деген сөз, ол ең алдыменен оптым деген сөз ғой, яғни орысша айтқан кезде. Таубай мырза, сізге сәт дейді, рахмет, қалайсыз? Сондықтан бұл жоба атайтып тұрғандай оптым. Яғни біз өзіміздің студенттерге, Wildberriesмен айналысып жүргендерге, жалпы сауда саласындағы, тауар саласында жүрген азаматтар мен азаматшаларға оптовиктермен бірге қосайын деп отырмыз. Мысалы, қазір үлкен проблема бар. Көбісі осы барахолкаға барғанда шынымен бір нақты бір бағаны ұстау қиын да. Себебі сен бір зат алғанның өзінде саған как-то бір алданып қалған сияқты сезімде боласың. Біз қазір сол проблеманы шешкіміз келіп отыр. Заводтармен, немесе жаңа заводтан прямой әкелетін оптовиктер бар ғой, солармен осы Wildberries арқылы сататын, өзінің магазины арқылы сататын, тағы да қандай Каспи арқылы сататын, тауарка саласында жүрген саудагерлерді қосқымыз келіп отыр. Ортадағы посредниктерді алып тастап. Біздің мақсат осыған бағытталған. Қазір топтан деген қазір платформа жасап жатырмыз. Оның ішінде бүкіл оптовиктердің бағалары оптым бағада суреттермен бірге. Одан кейінгісі ішіндегі описаниесімен бірге бәрі болады. Біз оптовиктердің бағасына ештеңе қоспаймыз. Ол оптовик қандай баға болады, тура сондай бағада біздің азаматтар мен азаматшаларға, студенттерге бәріне берілетін болады. Қазір мүмкіндік сол. Негізі менен көп сұрайды да, бұның қаншалықты керек емес деген сияқты. Қараңыздар, біз осы уақытқа дейін енді мына инфобизнес саласында жүргеннен кейін көптеген бизнесін ашамын, бизнесін дамытамын деп жүрген азаматтар бар, соларға арнап жасап жатырмыз. Өйткені біз алдын интернет-маркетингті үйреттік. Интернет-маркетингті үйреткен кезде көбісінің проблемасы, адамдардың проблемасы. Маркетингті үйреніп алады да, бірақ ары қарай не сататынын білмейді. Яғни ең бірінші проблема бизнес бастаймын деген адам үшін ол бірінші бизнес идея табу. Не сатам? Оны біреулер бизнес ниша деп атайды, жаңағы әртүрлі нәрсе. Екінші проблема бар, одан кейін нишаны тапқанымен оны қайдан алам деген проблема. Көбіміз бар, базарға барамыз, немесе жаңағы оптовиктер іздейміз, кейбіреулеріміз Трендиолды іздеп, немесе жаңағы Таобао мен Қытайға қарай кетіп қаламыз, Түркияға кетіп қаламыз деген сияқты. Енді біз ойластырып жатырмыз, чтобы ешқайда емес, енді бизнес бастаймын, сауда саласындағы, немесе жаңағы қосымша өз жұмысымен бірге қосымша бизнес жасағым келеді дегендерге арналған осы жоба. Бұл жобада біз оптовиктердің барлығының базасын жинап, сол база арқылы біздің сол саудамен айналысам, тауарка менікі емес пе деген нәрселердің барлығын соған біз бергіміз келіп жатыр. Ана жерде қазір біраз адамдар жазып жатыр екен, сұрақтарға жауап берейін. Досым қазақ дейді. Сіз өзіңіз не саттыңыз дейді. Не тәжірибе бар? Шонбай екеуіңде дейді. Біріншіден сіз деп жатсыз, одан кейін Шонбай екеуіңде дейді. Өтініш достар, сіз бір-бірімізді сыйлайық біріншіден. Екіншіден, сіз егер мені танымайтын болсаңыз, енді ғана мүмкін енді танып атқан шығарсыз, оның барлығын айтуға болады. Ол жоба бойынша біз қанша жылдық тәжірибеміз бар, Шонбайдың да қанша тәжірибесі бар. Сондықтан егер қатты білмей атсаңыз, немесе мен әлі енді ғана танып атсаңыз, біріншіден сіз деп сұрағаныңыз дұрыс. Екіншіден, бұл салада болған екен, енді сен бизнесте жүрген екен, қанша жыл бойы неше түрлі тауарлар сатқан екен, біз осы уақытқа дейін сатпаған нәрсеміз жоқ. Сауда болған екен, сіз мүмкін сауда жайлы, тауар жайлы сұрап атқан шығарсыз. Енді уже танитындар білет, ол қызмет саласында да болдық, сауда саласында болдық. Сондықтан ол жағынан қарай біздің тәжірибеге қатысты қатты уайымдамаңыз. Көбінесе бұнда адамдар уайымдайды, қашан? Егер өзі оптовик болып, бағасы қатты тиімді емес, қазір бізге солар қазір атака жасап отыр. Яғни жаңағы ортадағы оптовик пен клиенттердің ортасындағы посредниктер бар. Солар маған қазір көбінесе жазады, анау мынау атака бірдеңелер, сіздің жобаңыз қаншалықты не, оған сенімсіз бе деп. Барахолканың ең көбісі осындай посредниктерден тұрады. Көбісі ортаға отырып алған, біреу алып келетін, Қытай ма, Дунган ба, или тағы біреулер бар, қазақтар бар, солар алып келеді, сөйтеді, олардан алатын екінші оптовиктер бар. Олардан алатын үшінші оптовиктер бар. Осылардың барлығы, яғни біраз адамдар бар, солар бізге қазір ренжіп жатыр. Өйткені біз біраз адамдардың сондай ортадағы отырған адамдардың нанын жеп қойын деп жатырмыз да. Бірақ соның кесірінен қаншама баға секіріп жатыр. Қаншама жаңағыдай адамдар қымбат сата алып жатыр.
қазір уже Wildberries'ге ресейліктермен конкуренцияға түсу үшін ең бірінші орында баға рөлі ойнап жатыр. Сондықтан осындай нәрсе. Жүріп келе жатып жазып келем дейді. Ренжітейін ештеңе көріп тұрғаным жоқ дейді. Ренжитін дейді. Досым мырза, қазір сізбен сөз таластырмай қойып, қалай жазып келіп жатсаңыз да, примерно жауабым сондай сізге. Енді біздің мақсатымыз қазіргі таңдағы осы тауарка саласындағы біраз ортадағы посредниктер алып тастап, топтан жобасы арқылы шынымен оптым бағадағы, қолжетін бағадағы заттар арқылы Wildberries'бен сатады ма ол? Ол Каспи арқылы сатады ма? Ол Инстаграм арқылы сатады ма? Осылардың барлығын тауармен қамтамасыз ету. Қазір ғана сол эфирге кешіп қалған себептердің бірі, сол жаңағы түріктерді келіп қызығып жатыр, егер біз алып келсек, біз сіздерге алып келіп беріп отыратын болсақ, жақсы баға ұсынатын болсақ деген сияқты. Қазір қараңыздаршы, біз енді осы уақытқа дейін Инстаграмды үйреттік. Инстаграм саудасын үйреттік. Таргетті қалай жасау керек, сайтты қалай жасау керек, барлығын түсіндірдік. Бірақ мынандай проблема болып жатыр да. Қазір Инстаграм барған сайын уже сауда бұрынғыдай емес. Уже қазір не үшін маркетплейс күшейіп кетті, не үшін мен осы уақытқа дейін қатты маркетплейстерді ұнатпайтын. Не үшін қазір Wildberries'ге кіріңдер деп барлығына қазір шуылдап, үгіттеп жүрмін. Бірден бір себеп, қазір Ресей нарығы керемет мүмкіндік болып тұр. Ресейге санкция жариялағалы бері оларға импорт саласы кірмей қалды. Ол бірінші проблема. Екінші проблема, қазір рубль көтеріліп кетті да, теңге түсіп кетті. Яғни біздің теңгенің бағасы оларға арзан болып қалды. Сондықтан олар не дейді? Бізден алып жатыр. Қазір Қазақстанда екі жерде склад бар. Біріншісі Алматы қаласында, екіншісі Астанада, Нұрсұлтан қаласында. Осы жерден біздің оптымна тауарын сатқан адамдар Wildberries арқылы сол заттарын, тауарын сол Wildberries'бен жаңағы ненің складына апарып береді. От ары қарай күн сайын сенесіздер ме, қазір примерно 5-6 фура неге қарай кетті? Ресейге қарай кетіп отыр. Енді ойлаңызшы, қаншама тауар. Енді біз Қазақстан қазір қатты өндіріс болмаған екен, біздегі білесіздер, біз не істейміз? Бізге қазір Қытайдан алып келген тауарларды, Түркиядан әкелген тауарларды, қазір Өзбекстан нарығы жақсы ашылып жатыр. Осы тауарларды Ресейге жіберіп, табыс табу керемет мүмкіндік болып тұр. Сондықтан мен ойлаймын, не үшін соған қатты уайым. Бірақ бұл қаншалықты бұл уақыт болатынын біз білмейміз ғой. Бірақ ол жердегі, мысалы, біз өткенде 30 адам алдық. 30 адамды осыны тексеріп көрейін деп ойладық. Қалай шынымен Wildberries арқылы табыс табуға бола ма, болмай ма деп. Шүкір, бірінші лектің өзінде сол 30 адамның примерно 60% уже өздерінің Wildberries'дің заказдарын алып, тауарларын Ресейге жіберіп жатыр. Ең жақсысы уже 8 миллион оборот жасады. Темірлан деген мырза. Сенесіздер ме? Яғни не деген сөз? Ол жақта мүмкіндік бар деген сөз. Екіншіден, одан кейінгі проблема не болып отыр? Студенттердің ары қарай, мысалы, мынандай нәрсесі бар да Wildberries'де. Сен тауарды сатасың, мысалы, саған тауар заказ келді, сен оны складқа апарып тастадың, бірақ ақша тауар клиентке жеткеннен кейін барып қана саған түседі. Яғни ол 3 апта алады ма, мүмкін кейде 4 аптаға да созылып кетуі мүмкін. Бірақ зат кетті, ақша әлі түскен жоқ, бірақ келесі заказдар түсе береді Wildberries арқылы. Осы кезде біздің студенттердің көбісі обороттан қиналып жатыр. Яғни одан да көп сатайын десе, келіп жатқан заказдарды алайын десе, барып, былай айтқан кезде тауарды алатын ақшасы жоқ. Біз қазір не істеп жатырмыз? Қазір мына топтан жобасы арқылы мен қазір оптовиктердің тізімін жасап, алдағы уақытта шынымен заказы бар студенттерге, заказы бар шынымен бізден жұмыс жасап жүрген адамдарға 3 апталық сол тауарды беруге біз қазір рұқсат сұрайын деп отырмыз. Чтобы оптовиктер шынымен ана адамда егер заказ барғанын көретін болса, ары қарай уже ол тауарды без проблем ақшасын сол ақша түскеннен кейін бересін деп бергізетіндей қазір форматтарын ойластырып отырмыз. Келіссөздер жүріп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жердегі мүмкіндік, мүмкін Wildberries білмейміз, қанша уақыт болады ол. Қанша уақыт айтқан кезде өйстіп мүмкіндік болып тұрады. Мүмкін қазір рубль түсіп кететін шығар. Ол кезде уже тиімсіз болып қалады. Мүмкін Wildberries әйтеуір себептермен білмейміз. Бірақ қазір енді бизнес ашам, жаңағы өз жұмысымен бірге қатар алып жүретін бизнес керек ет дегендер үшін қазір керемет мүмкіндік болып тұр. Себебі сен үйде отырып алып қана қазір былай айтқан кезде сол Wildberries арқылы кішігірім болсын табыс тауып, сауда саласына кіре аласың. Енді қараңыз. Бұл жердегі нәрсе бар да, мына нәрсе. Мен тауарды білмеймін ғой, мен оптовиктерді білмеймін ғой дейтін адамдар болатын болса, біз бетен деп отырмыз. Қазір
платформа жасап, сол жердегі бүкіл оптовиктердің тауарларын суреттермен бірге біз салып жатырмыз қазір. Ол жерде қазір өте көп деген тауарлар шығып жатыр. Wildberries арқылы өтеді ау деген тауарлардың тізімін жасап жатырмыз. Екіншіден, біз қазір барахолкадан склад алдық. Сол склад арқылы біз, егер сізге Wildberries арқылы заказ түсетін болса, қатып қалып жатыр ма? Барлықтарыңыз қатып қалып жатыр ма? Егер Wildberries арқылы сізге заказ түсетін болса, сіз Алматыға келіп, оптовиктермен сөйлесіп жүрудің қажет жоқ. Сіз біздің платформаға кіресіз да, сол жердегі сол платформадағы тауарды қасында оптовиктің нөмірі арқылы келісіп, бізге сразу жаңағы Fulfillment деген компаниямызға айтасыз. Мына тауар оптовикте бар, барыңыздар да осыдан менің атымнан немесе неден складына Wildberries'ін салып жібер десеңіздер, сіздер Ақтау қаласындасыз ба, сіз Шымкенттесіз ба, сіз жаңағы солтүстіктенсіз ба, сіз басқа өңірде отырсыз ба, Wildberries'ін заказ аласыз да, қалған нәрсенің бәрін оптовиктен барып алып, оны упаковать етіп, ары қарай Wildberries'дің складына салып беру, ол біздің компания жұмыс жасайды. Яғни ешқандай сіз тек қана Wildberries'де онлайн отырып, тауарыңызды көрмей-ақ сатып жібере алатын мүмкіндік жасағымыз келіп отыр да біз. Осы үшін қазір жүгіріп жүрміз. Қазір оптовиктермен келіссөздермен сол үшін жүгіріп жатырмыз. Тауарларын өзіміз барып ойлаңызшы, күн сайын барахолкада оптовиктерге барамыз. Тауарыңды біздің студенттерге бересің ба? Қандай бағада бересің? Оптым бағада берсе бересің ба? Аз заказ түсіп жатса да бересің ба? Одан кейін көнгеннен иә берем деп көнеді. Одан кейін аламыз да суретке түсіріп алайық онда дейді. Өйткені сенің интернеттегі немесе жаңағы мына суреттердің сапасы төмен. Сондықтан біз оны қазір айтқан кезде суретке түсіріп, күн сайын суретке түсіріп отырмыз. Біздің жаңа менеджерлар барып, солардың барлығын фотосы, өйткені ертең сіздер Wildberries'ге, Каспиге салған кезде сапалы сурет болмаса, олар не істейді? Олар өтпей қалады ана жерде. Өйткені Wildberries'де баннерді, яғни креатив, дизайн өте маңызды, ең алғаш көзге көрінетін. Көзбен жақсы көреді ол жақта. Мысалы, ал енді қараңыз, мына жерде күш сұрақ қойып жатыр. Сіздерге қандай пайда болады дейді. Біріншіден, біз қазір Wildberries'ді білмеймін деген адамдар үшін Wildberries бойынша курс аштық. Сол курс 1 августте басталады. Екіншіден, сол жерден біз табыс табамыз. Екінші аудитория болады, Мейірбек мырза, мен уже Wildberries'ді білем, өзім үйреніп алғам, маған сіздердің Wildberries'дің курстарыңыз керек жоқ дейді. Енді қараңыз, егер ондай жағдай болатын болса, біз айтамыз, онда мынау платформаның ай сайынғы подпискасы бар. Бағасын анықтаған жоқпыз, мүмкін 15 мың болады айына, мүмкін 25 мың болады. Подписка бойынша сіз кіресіз, сөйтесіз да сол жердегі тауарларды жаңа арасынан өзіңіздің Wildberries'іңізге салып, суреттерін пайдаланып, описаниесін пайдаланып, несін жасай бересіз. Біз ол жерден уже айтқан кезде уже Wildberries'дің курсы керек жоқ деген адамдарға біз подписка ұсынамыз платформаны. Одан кейінгісі біраз уақыттан кейін біз оптовиктерге айтқан кезде, что анау студенттерге нагрузка түспес үшін бағаны арзандатамыз. И оптовиктерден уже біз оларға не қойып қоямыз. Егер біздің платформада мынанша адам бар, олар мынандай заттар алып жатыр, олар Wildberries арқылы сатып жатыр, біреу Instagram арқылы, біреу Каспи арқылы, біреу өзінің бутигіне пайдаланып жатыр деген сияқты. Біз оларға наоборот кейін ақыны соларға қоямыз. Өйткені қазір мынандай болып тұр да, бастап кезеңде біз оптовиктердің условия қою мүмкіндігіміз жоқ қазір бізде. Одан кейінгісі көбісі, мысалы, бүйтеді да, оптовиктердің базасын берем дейді да, маған ұнамайтын сол. Оптовиктердің базасын берем дейді, айтатын. Байсатта мынаншасын ішінде мынандай тауар бағасы мынаншадан дейді. Ондай базаны мен де айта аламын ғой сізге, примерно, мынандай жаңағы рахат базары, мына жерде мынандай сатылады деген сияқты. Енді ойлап көріңізші, ол жердегі оны кім барады оны? Жарайды, алматылықтар барайды. Алматылықтар осы жерде жүргендер әйтеуір заказмен. Бірақ өңірдегі отырғандар қалай барады оған? Ол қалай табады ол адамды? Ол ертең оның тауардың сурет қандай екен қайдан біледі? Олар білмейді ғой. Барлығы Алматыға келіп барахолканы аралап жүре алмайды ғой. Сондықтан біз қазір чтобы ешқайда барахолкаға да келудің қажеті жоқ ететіндей қылып жасағымыз келіп отырмыз. Суреті тұрады саған, бағасы, оптовиктің бағасы тұрады. Ертең даже сіз барахолкаға барып, бізге сенбестен, біздің платформаны тексеру үшін барахолкаға барып, оптовиктер тауып алып, мына баға арзан екен десеңіз, біз сол оптовикпен барып қайтадан келісіп, сол бағаны қоямыз. Где-то біз. Бірақ біз сондай қазір менеджерларға тапсырма бердік. Біздің бағадан төмен баға болмау керек барахолкада.
Вот тапсырма сол болды қазір. Олардың мақсаты сол. Бүкіл барахолканы қазір шарлап, күн сайын әртүрлі бағаларды салыстырып, оптовиктерді салыстырып, олармен келісіп, қазір жүгіріп отыр. Қара жұмыстың бәрін сол жерде орындап отырмыз. Күннің ыстығында жүріп, солардың суретін түсіріп, солармен келісіп, біреулер қуып жүреді, біреулер кезегеме керек емес. Wildberries'дің аудиториясын білеміз, олар бір тауар алады, екі тауар алады, қанымыз ішеді, анау дейді, мынау дейді деп. Біз айтып отырмыз, сендердің қандарың ішпейді, біз өзімізге алып кетеміз, чтобы саған ешқандай не болмайтын деген сияқты. Вот Меруерт ханым жазып отыр, содан соң оқымай отырмын Түркістан қаласынан. Вот басқа қаладағылардың проблемасы сол ғой, біліп отырмыз ғой. Өйткені барахолканы келіп даже іздеп жүрудің, бір тауар табудың өзі ана жақта деген бір ғанибет қой негізі. Тем более күннің ыстығында, неше түрлі жан жақта біреудің бағасы анандай, біреудің бағасы мынандай, білмейсің да конкретно бағандай. Кім соңғы поставщик, кім әкеп жатыр, кім нормальный баға береді деген сияқты. Сондықтан, құрметті достар, негізгі осы формат болады қазір бізде. Біздің идея сол күн сайын оптовиктермен келісіп жатырмыз. Жаңағы тағы да түріктермен келісіп жатырмыз, Қытайдан тауар әкелетіндермен келісіп жатырмыз. И біздің мақсат мынандай болады. Болашақта осы платформа арқылы Қазақстанда өндіріп жатқан тауарларды, соларды бірінші жоғары қоямыз. Өйткені өндіріске көмектескіміз келіп отыр. Біз шынымен Қазақстанда өндіріп жатқан, тауарын жасап жатқан өндірушілерді қолдап, ең алғашқы тауарларын соларды қоймақшымыз. Егер сіздердің достарыңыздың арасында шынымен жақсы өнім өндіріп жатқан, жақсы көлемде, бір-екі үштік емес, жақсы көлемдегі сондай адамдар болатын болса, менің инстаграмды беріңіздер, маған жазсын. Мен енді мынандай тауар бар, мен мынандай жақсы бағада бере алам, мені өзіміз өндіреміз десе, мен қуана ондай адамдар бірінші қоям. Сондықтан осы жағынан. Енді мына жерде жазып жатыр екен, курс бағасы қанша дейді. Курстың бағасы офлайн егер Алматыға келіп біздің кампуста оқитын болсаңыз, аптасына 3 рет болады. Аптасына 3 рет. Бір ай бойы болады. Ол 179 мың теңге болады. Егер онлайн оқимын, мен Алматыға бару мүмкіндігім жоқ дейтін болсаңыз, онда 99 мың теңге болады. Бір ай бойы, яғни біз жаңағы бүкіл платформаның бәрі тегін беріледі ол кезде. Жаңағы суретінің, оптовиктер барлығы беріледі. Сол жерден сіз уже білім аласыз, и прямой, и мынандай талаптар болады ол жерде. Сен аптасына кемі 20-30 объявление беріп отыру керексің. Себебі мынандай да, курсқа келдім, ары қарай қазір не істейтін білмеймін деп ондай нәрсе болмас үшін, біз сонда емтихандар қойып отырмыз. Чтобы курстың соңына шейін жету үшін, сертификат алу үшін, шынымен нәтиже болу үшін біздің айтылып жатқан нәрселер орындау керек. Яғни ол Wildberries'ге аптасына 30 шақты тауар салу керек. Егер 30 тауарды біз айтқан талап бойынша салып, біз айтқан суреттерін, дизайн бәрін қойып істесе, заказ міндетті түрде түседі. Себебі, қараңыздар, қазір біз салған адамдардың барлығы заказ алып отыр, қызы. 100% Ресейге кетіп отыр. Ойлаңыздаршы, Ресейге бұрын арман болатын ғой, Ресей нарығына шығу деген тек қана Қазақстанға кіре беретін. Енді қазір ары қарай, наоборот біз Ресейге кіру. Бұндай қашан болды? 180 миллион аудиториясы бар Ресейге қазір әдемі мүмкіндік болып тұр. Ресей нарығына кіріп бизнес жасау. Сондықтан қазір Wildberries бар. Бүгін кеше бір мықты видео шықты. YouTube'та осы маркетплейстер жайлы. Қазір Озон күшейіп жатыр. Қазір Озон, Алла қаласа, ол да қазір уже күшейіп жатыр. Олар да скоро склад ашатын шығар. Пункт алып кететін тауарлар. Ол кезде вообще конкуренция күшейеді. Ол жақта вообще қызық басталады. Одан бөлек Amazon Қазақстанға кірді, рұқсат берді. Бірақ әлі пункт жаңа складтарын ашқан жоқ, тауар алып кететін жерде. Сондықтан мен ойлаймын, онлайн бағасы қайта айта аласыз ба дейді. Онлайнның бағасы, Данияр мырза, 99 мың. Офлайн оқимын десеңіз, бізге келіп біздің кампуста, онда ол 179 мың. Енді қараңыздар, Каспи мен Wildberries'дің разницасы неде? Каспиде маған бәрі керемет, отандық Каспи, одан кейін жаңағы рассрочкалар алуға болады, клиенттер, одан кейін жаңағы бір нәрсесі бар, екі нәрсесі бар. Бірінші, отказ өте көп. Біздің студенттердің көбісі тек, білмеймін бір, 10% ғана одобрение алған шығар Каспиді компанияны тіркеу үшін, ойлаңызшы, магазин ашу үшін Каспиде. Қалған бәріне отказ кетіп отыр. Ең бірінші үлкен проблемасы. Екінші проблема, Каспиде мынандай да, сіз бір тауарды қойдыңыз, сатуға, мына тауарды.
сөйтсе сіздің артыңызға екінші адам келеді да, мен де тура осы тауарды сатам дейді да, сізден 1 теңге арзан қояды да, жоғары шығып кетеді адам. Яғни ол жерде кім арзан береді, сол шығып кетеді. Яғни бір адамның байғұстың жасаған карточкасын, әдемілеп қойған карточкасына басқа адамдар соған қосылып кетеді да. Чтобы осы нәрсе, маған Wildberriesде ұнайтыны, әр адам өзінің карточкасын ашады, и сол жердегі маркетингтік инструменттерді қолдану арқылы жоғары қарай шығасың сен. Сен жоғары қарай шығу арқылы өзің конкретно әсер ете аласың да. Міне, мен былай айтқан кезде маркетингтік инструменттерімді әдемі дизайным үшін, жаңағыдай дұрыс описанием үшін, SEO оптимизация бойынша, одан кейін жақсы бағам үшін мен жоғары көтере аламын. Каспиде тек баға ғана. Баға ғана, сол үшін маған ұнамай тұрған осы екі нәрсесі, Каспидің осы жағы бар да. Бірақ бір жақсысы бар, Қазақстан ішінде тез жетеді, ақшаң тез аласың. Плюстары да бар Каспидің. Бірақ бағанағы сияқты одобрение өте төмен. Ал Wildberriesде Россияда тауар жетіспей жатқаннан кейін, оны былай айтқан кезде бүкіл тауарды әдем кетіп жатыр да қазір Россияға. Ләззат ханым сұрап жатыр екен, эмпстатс бар ма сіздерде? Қараңыз, Ләззат ханым, қазір көп курстар біз қарап шықтық. Аналардың эмпстат дегендері бәрі бір логин алады да, бір адамның алдына. Бүкіл студенттерге бере салады логин паролін. Ана жерге бір адам кіріп, екінші адам кірген кезде бірінші адам лақтырып жібереді. Осылай болмас үшін біз басқаша шешім таптық. Оны курста эмпстат арқылы біз аналитика беріп отырамыз. Екіншісі, біз өзіміздің фулфилмент арқылы қандай тауарлар кетіп жатыр, сол бойынша аналитика береміз. Қазір біздегі, одан кейін үшіншісі, бізде қазір арнайы команда аштық. Ол команда оларда студенттердің салып отқан тауарларын салып, қай тауарлар жақсы өтіп жатыр, қай тауарлар әлсіз өтіп жатыр, соларды айтқан кезде анализ. Яғни біз үш жақтан аналитика бергіміз келіп отыр қазір. Мына жерде жақсы сұрақ қойып жатыр. Оборотта қанша ақша болу керек Wildberries бастау үшін дейді. Ержан мырза, өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Қазір біздің студенттеріміздің көбісінің проблемасы осы болып тұр. Wildberriesге оборотқа ақша жетіспей жатыр. Көбісінің проблемасы сол отыр қазір. Оборотқа ақша жетіспейді. Енді мен ойландық біз қанша нормально ақша табу үшін, мен өткенде YouTube-та да айтқан болатынмын, 5-6 миллион теңге керек, чтобы сен хотя бы 2-3 миллион теңге табыс табу үшін. Ал енді жаңадай хотя бы енді біраз адам үшін 2-3 миллион емес, хотя бы маған басына сөйтіп мен ойладым, не керек бар ана жерде қазір оборот жетіспейді ғой біздің студенттер деген сияқты. Сөйтіп ойландым да, кейбір адамдар үшін айына хотя бы 300 мың 400 мың теңге табу нормально екен да. Сондықтан қазір хотя бы 300 мың 400 мың теңге табу үшін үйтіп әйтеуір білмеймін, қарызданып болсын, 1 миллион 1,5 миллион теңге тапсаңыздар, оны табасыздар айына. Енді ең аз 100 мың теңге дейді. 100 мың теңге мынандай да, сен 100 мың теңге алдында 3 товар жібересің қазір Wildberries'бен. Сөйтесің да 3 апта күтесің ана. 3 аптада сенің яғни 100 мың теңгең айналам дегенше, 3 аптада сенің табысың примерно жарайды бір қанша? 30-40% жарайды табысыншы. 40 мың теңге болады да табысың. Сондықтан 100 мың теңгемен де бастауға болады. 100 мың теңге бастауға болады. Бірақ жаңағы сияқты ғой. 50 мың теңге, максимум 50 мың теңге табасың. Кейінгі уже тауарларды уже кейінгі түсіп жатқан заказдарға сен уже ақша таппастан қиналып қаласың. Сондықтан осы жағы не болып тұр да, кішкене қиындау. А так заказдан проблема жоқ. Бұрын заказ солыпты, мысалы, Инстаграмдағы мына минус нәрсе мынандай да, сен сайт жасайсың, таргетке жаңағыдай Инстаграмға таргет жібересің, ол банға түседі, одан кейін қайтадан үйтпейді шығарасың. Тағы не бар? Одан кейін өзің доставка жасау керексің, индрайвермен жібересің, бүйтесің. А мына жерде саған Wildberries бәрін жасап қойған. Тек қана Wildberries арқылы саған трафикті әкеп беріп отыр. Саған доставканы да шешіп қойған. Тек жаңағыдай оптовиктен былай айтқан кезде барып алып упаковать бер деп отыр. Енді біз айтып отырмыз, даже оптовикті іздемей ақ қойшы, бәрін саған оптовикті де өзіміз береміз. Wildberries саған доставканы береді и трафик әкеп береді. Платформасын береді. Біз айтып отырмыз, енді оптовик шешіп береміз саған. Одан кейінгісі жаңағы fulfillment шешіп береміз. Fulfillment шешіп береміз, чтобы упаковать етіп алып береді. Сен тек Wildberries'де отыршы күнделік жұмыс ретінде болды жерден. Осындай нәрселер бар, сондықтан жеңілдетіп тастадық барлығын. Өйткені мен айтып отырмын, қазір кәсіпкер ретінде бұндай мүмкіндік болғанда мен басында егер нөлден бастайтын болсам, мен плотно пайдаланатынмын. Егер кәсіпке сол кезде кіру керек болатын болса. Плюс-минус миллион табу үшін қанша керек стартқа дейді. Таза миллион табу үшін мен ойлаймын, кемі 2-3 миллион теңге керек деп ойлаймын. Таза миллион табу үшін.
бұл жерде дұрыс есептеу маңызды. Мысалы, біз мынандай да көптеген курстарды көріп жүрміз, зерттедік деп айттым ғой жаңаша. Көбісі 10 күн үйретеді. 10 күнде тек қана Wildberries'дің қалай настройка жасауын, қалай кіруін, яғни тауарды қалай карточка ашу деген сияқты үйретеді. Біз бір ай бойы үйреткіміз келіп отыр қазір. Ішіндегі дизайнды, ішіндегі SEO оптимизациясын, дұрыс есептеуді финанс жағынан бойынша. Одан кейін жаңағы қалай масштабқа шығу, осылардың барлығын, чтобы полноценно ананың маркетинг жайлы ойы қалыптасып, конкретно түсінсін деп отырмыз. А так бізді тез үйретіп жасақ болатын еді ғой, жаңағы настройкасын бүйтіп кересің, тез кересің, анаған істесің, карточка ашасың, давай бас алдыға деген сияқты. Жоқ, біз до конца әдемілеп толыққанды үйреткіміз келіп отыр. Еще жаңағы сияқты қандарын ішіп, аптасына 20-30 объявление беретіндей қылып, сөйтіп талап қойып тастағымыз келіп тұр студенттерге. Бұл жерде Ержан мырза тағы да мощный сұрақ қойыпты. Ержан 055 деген ұнап отыр сұрақ. Карантин басталып кетсе не болады дейді. Қандай пландарыңыз бар? Наоборот, сол емес па? Сен қазір карантин басталып кеткенге дейін кірсең, карантинде бәрі жатқан кезде сен уже Wildberries'де отырып онлайн сауда жасай бересің. Сенің тауардың барлығын біз жеткізіп береміз. Саған оптовиктің бәрін біз тауып береміз. Wildberries саған клиент тауып береді. Сен үйде отыр да карантинде ақша тауып бер. Вот сондықтан наоборот, чтобы карантиннен қорқатын болсаң, қазір Wildberries'ге кіру керек. Гүлмира ханым, жаңа неге қатысты біраз айттық. Біз айттық, егер оқып қойған, уже Wildberries'бен тауар тауып қойған адамдар болатын болса, біз қазір fulfillment түсініп жатырмыз. Біріншіден, екіншіден біз оптовиктердің айтқан кезде базасын суреттермен бірге тауарларын ең төмен бағада описаниесімен бірге жасап жатырмыз. Уже тауары бар, маған жаңағыдай уже опыты бар Wildberries'де. Тек қана маған тауарларды білу керек деген адамдар үшін біз қазір үлкен платформа жасап жатырмыз. Чтобы оптовиктердің ең төмен бағадағысын жасап беру үшін. Енді ФБО қатысты, неге қатысты, қазір енді оның несін ары қарай екінші өрген кейін болатын шығар. Манчо дейді 777 қандай курс айтып беріңізші, енді кіріп отырмын дейді. Эфир сақталады, уайымдамаңыздар. Бәрін істейміз, басынан бастап бір көріп шығыңыздар, иә. Сондықтан достар, бұл жерде тағы да айтамын. Wildberries плюсы қазір керемет болып тұр. Ол манау курсын сату үшін немесе басқа мақсатта емес. Мен курсын оқымай қойыңыздар, проблема жоқ. Хотя бы ютубтан болсын көріп кіріңіздерші. Қазір керемет мүмкіндік болып тұр да, ана жерде заказ да түсіп жатыр. Осындай кезде қазір бизнесті бастамағанда, анау Абылайдың тойында шаппаған атаң басында шабасың ба деген сияқты, осындай қазір шанс туып заказ келіп тұрған кезде қазір кіріп хотя бы ешқандай ақшаң керек жоқ, просто настроить етіп уақыттарыңды бөліп бір кіріп көріңдерші. Amazon ашылса оқытасыз ба дейді. Біз қай жерде ақша табу мүмкіндік бар, біз соны оқытамыз. Instagram арқылы ақша табу керек болды ма, оны оқыттық. Қазір мынау Wildberries не істеп отыр ма, оны айтып жатырмыз. Өйткені біз сол нарықты көріп, өзіміз зерттеп, осылардың маркетингтің бәрін көріп жүрген екен, біз осылардың барлығын айтып жатырмыз. Міне қазір мүмкіндік болып тұр. Давайте не істеңдер. Интернет маркетинг кезінде қандай шапты, қаншама студенттер үйренді. Ең қызығы, интернет маркетинг курсында оқығандар үшін бұл керемет мүмкіндік та. Өйткені ана жердегі таргетті алып тастасаң, тура сол кездегі берген білім керемет қазір. Мысалы біздің біраз мамандарымыз, өзімнің бауырларым интернет маркетинг кезінде оқып, бірақ табыс таппағандар қазір Wildberries'ге кіріп табыс тауып жүрді. Интернет маркетинг күшті көмектесіп отыр оларға. Сол жерінде алған білімдері. Сондықтан айтайын деп отқан, інілерім сол кездегі интернет маркетингтен ақша таппаған, інілерім ақша тапқан кезде мен ойладым. Значит, мына жерде жақсы нәрсе бар екен деп. Сөйтіп зерттеп бастадық. 30 адам алып көрдім. Wildberries'ге заказ салғандардың барлығы Аллаға шүкір жақсы істеп кетті. Табыс жаңағыдай әйтеуір айналдырып жатыр. Азарттардың көздерінде жанып тұрған нені көрген кезде түсіндік та. Сондықтан біз қазір барып оптовиктердің бәрін базасын жасап, суреттерін түсіріп, өзіміз склад алып барахолкадан жаңағыдай зона жасап, барлығын суретке суретін фотозона жасап, барлығын жасап жатырмыз. Выбор ниши, выбор товара деген сабақтар бола ма? Анализ жасап барып карточка ашу керек шығар дейді. Ол анализдің барлығы Нұргүл ханым, сізде МПстаттың бізде данный беріледі. Яғни біз данный арқылы біз айтамыз, мына тауарлар қазір МПстатта жақсы өтіп отқан тауарлар деп тізімі беріледі ол сізге. Содан кейін студенттер алады да, сол данныйлар бойынша біздің платформадағы оптовиктің тауарларын кемі 20-30 тауарды салу керек болады. Карточка ашып Wildberries'ге. Солардың арасынан заказ түскендерді олар не істейді?
уже бізге айтады, мына тауар бойынша заказ түсті, мына оптовикке хабарластым, все, мынадан барып алып кетіп упаковать етіп Wildberries'ге салыңыздаршы дейді. Біздің Fulfillment компания, ол уже отдельно төлеу керек болады. Сол компания сіздің түскен заказыңызды оптовиктен барып алып упаковать етіп жаңағы неге апарып тастайды. Wildberries'дің сызғатын сдавать етеді, сізге мынандай доказательство жібереді. Міне, все, міне сен тауарын тексердік, бәрін упаковать еттік, міне кетті. Енді ақшаның түскенін күт дейді. Қашан тауары жетеді ана жаққа, Россияға, сол жақтағы адамдар все алдым дейді, сол уақыттан бастап саған ақша түседі. Салған товарымыз болмай қалса, қалай болады екен дейді. Ондай нәрсе кездесті, бірақ қазір айтайын сіздерге бір 7%-ында ғана кездесті. Кейде болады, бірақ біз апта сайын, максимум 10 күн сайын біз оптовиктерге хабарласып, мына тауар наличие бар ма, жоқ па деп әрқайсысын ревизия жасап отырамыз. Чтобы ертең біздің студенттер оларды қойып, қай тауарлар жоқ, біз оларды платформадан алып тастаймыз. Бар тауарларды қалдырамыз, апта сайын біз жаңа тауарларды қосып отырамыз міндетті түрде. Қазір мен алла қаласа барахолканы бір реттеп алайын. Барахолкадағы оптовиктерді бәрін салып алайын. Содан кейін уже ары қарай мен Түркияға, Қытайға мен кірсем. Өзбекстанға кірсем. Бүгін жаңағы Құмар мырзамен кездестік. Өзбекстанға барып келдім. Мерек ана жақта жақсы нәрсе бар екен дейді. Одан кейін жаңағы сөйтіп отыр едім, Өзбекстанмен сөйлесіп, бір жігіт Нұрлан деген кісі Ақтаудың, сол кісі хабарласады, мәке, мына жақта бір түрік кісілер келді, оптовиктер екен, сөйлесейік, сол сіздің жобаңызды айтып едім, қызығып отыр дейді. Олармен сөйлестік. Мен айттым, қазір сендер мынандай, мен қазір оптовиканы барахолканы реттеп алайын, содан кейін сендер кірсем дедім. Сөйтіп контактілерін алып, алмасып, бір-бірімізбен, чтобы ол мынандай да, мен қаламаймын, что біздің халық трендиолда отырып алып заказ беріп, егер өзімізде сонда трендиол сияқты жақсы платформа болатын болса, не керегі бар оны? Трендиол, мрендиол деместен. Жаңа менен сұрап жатыр да, Қазақстанда Wildberries сияқты жасасаңыз дейді. Егер қазір Wildberries Россияға шығатын мүмкіндік болып тұрса, не керегі бар қазақстанский Wildberries? Қазақстан Wildberries ол кәсіби түрі. Одан қайта қазір пайдалану керек та, отандық болсын, өнім болсын, қытайлық өнім болсын, қандай өнім Россияға жіберу керек та, ақша табу керек қазір. Сол сіздердің бірінші задачаларыңыз. Россиядан отказ жасағандар болды ма, Мелек мырза? Ләззат ханым, өте жақсы сұрақ. Болды. Отказ жасағандар болды, арасында болады, қабылдамайды біреулерді, жаңа дұрыс емес шығып қалады, дұрыс емес сурет, немесе дұрыс емес жаңа суреттегі емес шығады. Бірақ ондай кезде мына нәрсе бар. Wildberries айтады, сенің затың осы жерде тұра берсін, складта тұра берсін, келесі заказ түскен кезде сразу осы жерден жібере саламыз. Яғни сен ол заказың тұра береді, уайымдама. И уже келесі заказ түскен кезде сразу уже тез жетеді еще. Ресейден басқа мемлекеттерден заказ түсіп жатыр ма, түседі ма дейді. Қазір Оглай Балгинова. Қазір Ресейдің өзін бір қамтамасыз етіп алайықшы, басқа елдерде емес. Өйткені ең үлкен нарық қасымыздағы тұрған. Осы жақтан ақша жасау керек деп ойлаймын да. Шыңғыс ханның әскері болып басаяқ саудан дейді Қуандық мырза. Мощный айтып отырсыз. Қазақтардан шошысын да, не деген мына еңбекқор мыналар жатпайды екен деп. Осындай болсақ, мен ойлаймын. Бұл қазір Wildberries, айтамын, сразу айтайын. Керемет ақша тауып кетпейсіңдер. Керемет ақша тауып кету үшін нормальный объем ақша оборот керек. Бірақ бұл бизнес бастау үшін керемет мүмкіндік біріншіден. Екіншіден, жұмыста жүрген, жұмысынан параллельно жоба жасаймын деп жүргендер үшін керемет мүмкіндік. Осы екі нәрсе үшін керемет. Не дейді? Егер сынатын затты жолда сындырса, кім жауап береді дейді. Ержан мырза, сіз мощный сұрақтар қойып едіңіз, бірақ оны білмеймін. Ол несін білмеймін. Егер ол жолда сынып қалатын болса, біз жауап береміз. Не үшін жауап береміз? Егер Fulfillment тексеріп алады тауарды, и упаковать еткен кезде ешқандай сынбағанда бәріне жауап береміз. Бірақ жолда сынып қалса, енді ол вопрос енді ол. Щоб сынбайтындай қорғау керек та. Бұл жерде конкурент деген болмайды, бәріне заказ түседі дейді. Меруерт ханым, ол конкурент деген болады. Заказ бәріне түседі деп, енді түседі. Егер жұмыс жасаған дұрыс дизайның болса, дұрыс SEO оптимизацияң болса, дұрыс көтеруді, жоғары көтеруді үйренсең, заказ түседі. Жаңа дұрыс олардың өзінің акциялары бар, скидкаларын беру керек. Солардың бәрін дұрыс түсіну керек та. Wildberries'дің схемасын, несін бәрін түсініп алсаңыз, ол өзі ары қарай жеңіл болады. Ақша Каспиге түседі. Қай счетты көрсеттіңіз, сол жерге түседі. Доктор Сәуле.
бухгалтерия саласына инфобизнеске кіре алмай жатырмын дейді. Енді еңлік ханым, бухгалтерия саласына инфобизнеске кіре алмай жатсаңыз, жақсы бір продюсер алыңыз, сол продюсермен нормально доля бөлісіңіз. Сол кезде кіре аласыз. Шымкентте фулмент ашылды, Нұрсат микрорайон дейді. Ләззат ханым, естідік, әлі толыққанды ашылды, ашылмады білмеймін, бірақ ашылады деп жатқан естідім. Бірақ әлі конкретно әлі тексеріп көрген жоқпыз, сондықтан айта алмаймын. Шымкентте де қазір ашылады, басқа қалаларда не ашылады, складтар ашылады. Бірақ мойындау керек, негізгі складтар Алматыда болған екен, Алматыдан жіберу оңай біріншіден қазір. Өйткені бар Қытайдан основной товар келген екен мына жерде. Ары қарай шымкенттіктерге де қазір Өзбекстаннан алып келу қазір үлкен мүмкіндік. Платформаға шығару мотоциклдердің табиктерін қосыңыздар, мысалы желмая мотоциклдер дейді. Алла қаласа қосамыз. Бірақ айтып отырмын, бұл жерге басымнан біз топтан деп аты оптым дегеннен кейін оптым заттарды қосамыз. Егер оптым желмая бере алатын болсаңыз, оптым бағада жақсы, онда болады. Бір-екі зат үшін ол не стоит. Онда бар Каспийден неден сатсаңыздар сонда. OLX-тен. Сәке, бағана жауап беріп кеттім осыған қатысты. Мен алдым Wildberries'де үлкен ақша керек, пока кірмеңдер деп айтқам. Бірақ мынау қазіргі Ресейдегі санкциядан кейін қазіргі оларға тауар кірмей атқаннан кейін керемет мүмкіндік болып тұр. Сол үшін кіріңдер деп айтып жатырмын. Кірмейтін кезде кірме дедім, кіретін кезде кір деп жатырмын. Сондықтан егер мені тыңдайтын болсаңыз, соны жасаңыз. Сертификаты бола ма дейді тауардың. Егер қажет болатын болса, қай тауарларға қажет, оны жасаймыз. Қазір Wildberries'де көп сертификаттар сұрап атқан жоқ. Топтан курсы тек Wildberries емес қой, түсінгенімше. Каспийге Instagram сата берсек болады ма дейді. Әрине, оның барлығы болады. Instagram'да Каспий бонус сабақ беріледі, қалай кіру керек деген. О жағын уайымдамаңыздар. В общем, айтқанымша айттым. Енді кешіп кіргендер видеоны қайттан қарап шығыңыздар. Ал егер курсқа жазыламыз, Мерек мырза қызықтым дейтін болсаңыздар, онда маған жекеге телефон нөмірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Қайттан айтам, офлайн, онлайн 1 тамыз күні басталады. Осы тамыз, бұйыртса бір апта қалды ма, қанша қалды? Бір аптадан кішкене көп уақыт қалды. Бағасы офлайнда оқимын, Алматыда оқимын дейтін болсаңыздар, 179 мың бір айға, өзі итак бір айлық курс, аптасына 3 реттен. Онлайн оқимын дейтін болсаңыздар, ол курс 99 мың теңге тұрады. Сондықтан барлықтарыңызды күтеміз, үйренем дейтін болсаңыздар. Егер мен уже Мерек мырза білем, мен Wildberries'бен уже түсіндім, маған тек тауар керек дейтін болсаңыздар, онда платформаны, подпискасын сатып алыңыздар бір айлықты. Сол жерден оптовиктерді қарап, тауарлардың суретін алып, өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Оны жақын күндері айтам. Оны да жазсаңыздар болады. Маған жекеге жазыңыздар, телефон нөмірлеріңіз. Міне есім мынандай. Мен курс алғым келеді, онлайн немесе офлайн алғым келеді, немесе жаңағы сияқты подписка алғым келеді тауарларыңызға деген сияқты болса, оның бәрін жазыңыздар, мен менеджерларға жіберіп отырамын. Студенттеріңіз 10 миллионға заказ алса, спонсор бола аласыздар ма дейді, 50-50-ге дейді. Ержан мырза, біз оны қарастырып жатырмыз. Оны қазір біз банктермен де сөйлесіп жатырмыз. Қазір қай банк екенін айтпай ақ қойын. Егер заказ түсіп тұрса, біздің студенттерге қарызға ақша бере алатындай. Одан кейін оптовиктермен де сөйлесіп жатырмыз. Чтобы ертең заказ жақсы түсіп жатса, оғаларға да бере тұратындай. Егер біз гарант болсақ қана, біз жауап береміз деген ответственность алсақ. Біз бірақ оның барлығын жауап беремін деп айтамаймыз ғой. Егер шынымен уже нәтиже көрсетіп істеп жатқандармен болса, қазір сөйлесіп келісеміз. Көреміз оны. Бұйыртса, әлі уәде бере алмаймын, өйткені ол келіспеуі де мүмкін, сенбеген екен. Оны да іздестіріп жатырмыз. Фулфилментті бересіз бе оптовиктермен дейді. Әрине, фулфилментті береміз, бірақ фулфилментті ол упаковкасы, доставкасы, ол ақша тұрады. Бір затты упаковка жасау 350 теңге, доставкасымен бірге, ол размеріне байланысты. Егер үлкен зат болса, онда ол жері қатты қымбат емес, уайымдамаңыздар. Жақсы, барлықтарыңызға тағы да қайырлы кеш болып қапты, жақсы ұйықтап, жақсы тұрыңыздар. Мүмкіндік болып тұрған кезде айттым, ішімдегі қалып қалмасын дедім сіздерге. Сондықтан біразыңызда қызығушылық бар екен. Қазір мүмкіндік бар кезде пайдаланайық. Қазақстан үшін қазір шынымен кризис емес, әдемі мүмкіндік болып тұр. Оны пайдаланбаған кезде білмеймін. Бұдан кейін қай уақытта ондай мүмкіндік болатын. Барлықтарыңызға жақсы рахмет, сау болыңыздар. Келесі эфирлерде Алла қаласа көріскенше.